Сәуірдің 22 күні елбасының кітапханасында Қазақстандағы президенттік институттың құрылғанына 26 жыл толуына орай экономика ғылымдарының докторы, қоғам қайраткері Өмірбек Байгелді мен заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының профессоры Зинаида Федотованың қатысуымен кездесу өтті. Кездесу спикерлері көптеген тарихи оқиғалардың қатысушылары ретінде Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының мұғалімдерімен, Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы жанындағы құқық қорғау органдары академиясының тыңдаушылармен және Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті студенттермен Қазақстандағы президенттік институт тарихына байланысты әңгіме өрбітті. Өз кезегінде Өмірбек Байгелді біздің еліміздегі президент институтының дамуы туралы, тәуелсіз жас Қазақстанның қалыптасуындағы қиын да жауапты кезең туралы айтып берді. Зинаида Федотова республикадағы президенттік институттың қалыптасуымен таныстырып, мемлекет құруда үкіметтің жасаған қадамдарын еске алды. Кеңес одағының ыдырауы қарсаңында біздің саяси аренамызда батыл, өршіл Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пайда болып, жолымыз болды. Ол парламентте немесе КСР-ның жоғарғы кеңесінде түйткілі шешілмеген мәселелерді батыл жеткізіп, оның шешу жолдарын көре білетін. Оны өз халқы ғана емес, бұрынғы кеңес элитасы да байқады. Сол кезде танымал және сыйлы басшы бола білді. Қиын уақыт болды. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін бізге экономикалық дағдарыс, құлдыраған әлеуметтік, денсаулық салалары мұра болды. Сондықтан ел президенті барша халықтың қолдауымен таңдалу керек екені анық байқалды. Оның мемлекет басшысы деген мәртебесі болу керек еді. Сол кезде қысқа мерзімде Қазақстан Республикасы президентін сайлау туралы заң жобасы дайындалды. Және 1991 жылдың 1 желтоқсанында тұңғыш рет президент сайлауы өтті. Барлық тарихшылар мен заңгерлер біздің еліміздегі президент институтының дамуы, мемлекеттілігіміздің құрылуы дәл осы күнмен байланысты деген ойда. Сондай-ақ меймандар қатысушылардың президент институтына қатысты сұрақтарына жауап берді. Құрметті қонақтар үшін елбасы кітапханасы бойынша экскурсия өткізіліп, Қазақстан Республикасындағы президенттік институттың қалыптасуы деректі фильмі көрсетілді.